Сәлеметсіңдер ме? Бізде қазір өзіміздің сабақты мен Құттымұратова Балзия жүргіземін. Оқушылар, 5 құндылықты есімізге түсірейік. Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау. Жарайсыңдар. Ал енді 5 ережесін есімізге түсірейік. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Жарайсыңдар. Ал ендеше бүгінгі сабақта тәртіптілікті сақтап, оқу білімге талаптанып, сынып ішінде тыныштық сақтап, тазалық орнатып, татулықпен өмір сүрейік. Өткен сабақта үй жұмысына Сейілғазы Әбдікәрімовтың өрт атты шығармасы берілген болатын. Барлығымыз оқып келдік пе? Ендеше қазір тексеремін. Өрт шығармасы не туралы? Баланы өрттен құтқарған Мақсұт атты бала туралы. Мақсұттың бұл әрекетінің себебі неде? Өртеніп жатқан үйді көріп, Мақсұт бейқам өтіп кете алмай, көмекке ұша жөнеледі. Оқушылар, өздеріңнің батылдық танытқан кездерің болды ма? Қалайша? Жарайсыңдар. Оқушылар, бұл шығармадан біз батыл бала Мақсұтты үлгі ету керекпіз. Көмек керек жандарға өртке қарамастан лезде жетіп барды. Бізде көмек керек болған жандарға қолымыздан келгенше көмек көрсету керекпіз. Балалар, бұл шығармадан қандай құндылықты байқадыңдар? Дұрыс әрекет құндылығы. Бүгінгі біздің сабағымызда дұрыс әрекет құндылығына, батылдыққа, табандылыққа байланысты. Бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбы батылдық және табандылық деп аталады. Жаңа тақырыбымыздың дәйек сөзі ержүректілік пен батылдылық жүректен шығуға тиіс. Қанекей, барлығымыз бірге оқиық. 1, 2, 3. Ержүректілік пен батылдық жүректен шығуға тиіс. Тамаша, ал енді тек қана ұлдар. 1, 2, 3. Тамаша, ал енді тек қана қыздар. 1, 2, 3. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бұл дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңдер? Яғни, ержүрек болу, батылдықты танытуды сен өзіңнің шын ниетіңмен, жүрегіңмен қалап таныту көрсету керексің. Ержүректілік дегеніміз не? Ештеңеден қорықпайтын, өз жақындары, туған елі, жеріне көмекке дайын жан. Сендердің ойларыңша батылдық дегеніміз не? Шыншыл бола білген, тәуекелге баруға қорықпайтын адам. Түйіндей келе, көмекке мұқтаж жандарға шын ниетіңмен, жүрегінен шыққан ержүректілікті, батылдықты танытып көрсеткен жөн. Қолымыздан келгенше тырысқан жөн. Ал енді барлығымыз дәптерімізді ашамыз. Дәптерге бүгінгі күнді, тақырыпты, дәйек сөзімізді жазып аламыз. Ал қазір біз ержүректілік пен батылдықты жүрегінен шығара білген тігіншімен танысатын боламыз. Ол бүгінгі менің сабаққа алып келген сыйым болады. Барлығымыз батыл тігінші атты ертегіге назар аударайық. Оқушылар, бейнебаян не туралы? Ешкімнен, еш нәрседен қорықпайтын батыл тігінші туралы. Тігіншіні не үшін батыл, ержүрек деп ойлайды? Бір ұрғаннан 7 шыбынды өлтірген тігінші беліне бір ұрғанда 7-уін сұлаттым деп жазып қойғандықтан барлығы оны ержүрек, батыл деп санады. Зұлым ханның берген қиын тапсырмаларын қалай орындады? Батылдық танытып, еш нәрседен қорықпай, ұшқыр ойымен айласын пайдаланып орындайды. Асып-тасып бара жатқан күші болмаса да тігінші қалай жеңді? Күш білекте емес жүректе деген сияқты тігінші шын жүрегімен жеңгісі келгендіктен батылдық танытып жеңіп шығады. Бұл ертегіде қандай құндылық кездеседі? Дұрыс әрекет құндылығы. Ертегіде қандай қасиеттер кездеседі? Ержүректік, батылдық, мейірімділік, табандылық қасиеттері. Түйін жазайтын болсақ, ержүректілік пен батылдылық білектен ғана емес, жүректен шығып, ақыл оймен де танытуға болады. Ал енді осы құндылықтар мен қасиеттерге байланысты топтық жұмыс жасайық. Мен сендерге топ атаулар жазылған күлегештер таратып беремін, сендер сол бойынша 3 топқа бөлінесіңдер. Бірінші топ батырлар тобы, екінші топ сарбаздар тобы, үшінші топ ержүректер тобы.
Мені мұқият тыңдаймыз. Бірінші топқа тапсырма батыл адам қандай болу керектігі туралы постер құрастырасыңдар. Екінші топқа тапсырма жұмбақты шешесіңдер. Олардың батылдығы туралы топта әңгіме құрастырасыңдар. Үшінші топқа тапсырма батыл бала тақырыбына шағын сахналық көрініс көрсетесіңдер. Жарайсыңдар, ал енді екінші тапсырма сөйлемдерді өз ойларыңмен жалғастырып жазасыңдар. Бұл жеке жұмыс. Жарайсыңдар, ал енді түйіндей келе, бұл тапсырмаларды орындау барысында сендер ержектілік, батылдық, табандылық қасиеттерінің мән мағынасын ажыратып, оларды бойымызға сіңіру керектігін ұғындыңдар. Ал енді топпен бірге жас дәуірдің гүліміз әнін шырқайық. Ал енді үйге тапсырма оқулықтағы 98-100 беттегі табанды бала атты аңыз әңгімені ата-аналарыңмен бірге оқып мазмұндап келеміз. Ыңғайланып отырып денемізді дұрыс ұстаймыз. Аяқ-қолымызды айқастырмай еркін отырамыз. Қолдарыңды тізенің үстіне немесе үстелдің үстіне қоюға болады. Көзімізді жұмып ыңғайланамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын, дәйек сөзін есімізге түсіреміз. Ішімізден қайталаймыз. Батылдық, табандылық, ержектілік Ол дұрыс әрекет құндылық екендігін және де ержектілік, батылдық пен табандылық адамның бойындағы ең жақсы қасиет екенін есімізден шығармаймыз. Осының барлығын жүрегімізге салып, көкемізге түйіп аламыз. Ал енді көзімізді ақырын ашсақ болады. Сабақ үшін оқушылар рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.